Сәлем балалар, бүгін 81-ші сабақ. Сабақтың тақырыбы заттың сынын білдіретін сөздер. Бірінші жаттығу. Тақырыбы бойынша өлеңнің мазмұнын болжа. Өлеңді тыңда. Мұғалім. Мейірмен бізге қараған бір ағай келді қаладан. Сыйлайды оны бар бала, сыйлайды оны әр адам. Әр сөзі қандай жылы еді, шуақты ыстық жүрегі. Қашан ол жаттап үлгерген, кітапты жатқа біледі. Рақымжан Өтегенов, өлеңнің авторы. Ақын мұғалімді қалай сипаттаған? Ақын мұғалімді мейірімді, адамдарды қалай сыйлайтындығын, жүрегі кең, ыстық, шуақты, сөйлеген сөзі жылы адам ретінде сипаттаған. Екінші тапсырма шуақты, ыстық сөздеріне сұрақ қой. Қандай шуақты, қандай ыстық? Заттың сынын білдіретін сөздерге қандай, қай деген сұрақтар қойылады. Мысалы, үлкен, қандай, үлкен, таза, биік. Екінші жаттығу сөйлемдерді көшіріп жаз. Мұғалім мейірімді адам. Ол барлық баланы жақсы көреді. Бізге сапалы білім береді. Мұғалімді сыйлаймыз. Тапсырма қандай сұрағына жауап беретін сөздердің астын сыз. Қандай сұрағына жауап беретін сөздер мейірімді, сапалы. Үшінші жаттығу жаңылтпашты тыңдап, жатқа жаз. Қол ұстаз, бұл ұстаз, жаз, ұстаз. Жаңылтпаштың авторы Ескен Елубай. Балалар, сабағымыз аяқталды, сау болыңыздар.